Кокос шырынын ішіп, жағажайда демалуды армандайтын ханымдарым, армандарыңыз орындалсын, комментарийге мен деп жаза кетіңіз. Ал әзірше осындай кокос шарнасы қосылған Рафаэлло тортын дайындайық. Ол үшін оның үстінен қопсытқышты және кокос шарнасын қантты салып араластырып аламыз. Бұл торт өте оңай, ешқандай миксердің қажеті жоқ. Осылай барлығын қосып араластыра саламыз. Оның үстінен 3 жұмыртқамызды саламыз және сұйық майымызды құйып, айранды құйып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Менің арнама жазылып, жаңа рецептерді тамашалап отыру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі рецепт бізде оқтаусыз медовик болады. Енді осы қамырды 3-ке бөліп, осылай формаға құйып, 180 градуста 10-12 минуттан пісіріп аламыз. Корждар суып жатқан уақытта біз кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқындатылған сливки мен қант және творожный сыр қажет болады. Граммаждарының барлығы описание бөлімінде жазылған. Осылай сборкасын жасаймыз. Міне корждарымыз өте әдемі, жұмсақ, күшті болып шықты. Кремін жағамыз бірінші слойға. Екінші слойды қойып, оның үстінен тағы да крем жағамыз. Және Рафаэллодағыдай миндальды осылай бірінші кішкене қуырып жіберіп, одан кейін осылай ұсақтап үстінен салатын боламыз. Оның үстінен үшінші коржды қойып, бетін қалған креммен қаптап шығамыз. Көріп отырғандарыңыздай, менде арнайы шпательдер жоқ. Дәл осылай лопаткамен сыртын түзулей беремін. Сіздер де дәл солай жасасаңыздар болады. Және оформлениясына мен кокос шарнасын толық бетін қаптап, оформленияны өздеріңіздің қалауларыңызша жасай бересіздер. Торт өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жұлдызай. Сау болыңыздар.